FC24, яғни бұрынғы FIFA атымен танымал футболдық ойын. Бұл футбол ойыны туралы барлығыңыз естіген шығарсыздар. Бүгін біз осы ойынның қысқаша тарихын баяндайтын боламыз. Алдымен EA Sportsқа тоқталсақ. Бұл компанияның толық атауы Electronic Arts. 1982 жылы Трип Хокинс, Бенни Гордон және Брюс Шерли атты әзірлеушілердің арқасында құрылған. Олардың мақсаты компьютерлік ойындарды жасау және тарату болды. Компанияның алғашқы шығарған ойыны Hardcat Mac, одан кейін Archon және бірнеше ойындарды шығарды. Енді FIFA ойынына тоқталсақ. FIFA ойынының алғашқы нұсқасы 1993 жылы FIFA International Soccer атымен жарық көрді және ол ойынның негізін қалаушылар Electronic Arts Canada, ол кезде EA Sports секілді танымал болған. FIFA International Soccer сол кездегі әртүрлі ойын платформалары үшін әзірленген. Соның ішінде Sega Mega Drive, SNES, DOS және тағы басқалары. FIFA International Soccer футбол бейне ойындарының тарихында бірінші болып нағыз ұлттық құрамалар мен клубтардың лицензияларын қолданып ойынға шынайылықты қосты. Осылайша ойын сыншыларының оң пікірін алды және футбол бейне ойындарының жаңа дәуірін бастады. Сол кездің өзінде ойынның 500 мың дискісі сатылды. EA Sports компаниясы әр жыл сайын FIFA ойынының жаңа нұсқасын ұсынып отырды. Алайда біз тек қана маңызды FIFA серияларын айтатын боламыз. Келесі FIFA нұсқасы FIFA 96. FIFA 96 1995 жылы Electronic Arts шығарған футбол бейне ойындарының тарихындағы маңызды бөлігі болды. Бұл 3D қозғалтқышын пайдаланатын бірінші FIFA ойыны болды. Бұл ойында алдыңғы нұсқаларға қарағанда шынайырақ етті. Ойынның сол кездегі әсерлі графикасы мен дыбысы болды. Бұл оны футбол және бейне ойын жанкүйерлері арасында танымал етті. Келесі біз сөз қозғайтын FIFA нұсқасы ол FIFA 98, жалпы атауы Road to World Cup. Ойын 1997 жылдың 30 қарашасында пайда болды. Бұл ойын нұсқасының негізгі мүмкіндіктері жақсартылған графика мен ойыншылардың анимациясы болды. Сондай-ақ стадиондармен көп жұмыс жасалған. Сонымен қатар FIFA 98-де алғашқы рет танымал музыканы қамтитын лицензияланған саундтректерді ұсынды. Ең маңызды өзгерістердің бірі ойыншыларға 1998 жылғы футболдан әлем чемпионатына қатысуға мүмкіндік беретін Road to World Cup мүмкіндігі болды. Бұл ойынның шынайылығын одан бетер арттыра түсті. 21 ғасырдың алғашқы FIFA нұсқасы FIFA 2000. Бұл нұсқа 1999 жылдың 27 қазанында шығарылды. Және EA Sports FIFA-ның бұл сериясында ойынды симуляциялауға көңіл бөлді. Бұл жолы FIFA тек консольдарға ғана емес, компьютерлерге де шыға бастады. Ойын әртүрлі режимдарды ұсынды. Соның ішінде жалғыз матчтар, турнирлер, лигалар және мансап режимі. FIFA 2000-да дүние жүзінің 40-тан астам ұлттық құрамалары мен 450-ден астам клубтық командалары болды. Онымен қоса бұл серияда алғашқы рет Америка құрама штаттары мен Канададағы жоғары футбол лигасы Major League Soccer, яғни MLS кірді. FIFA 2000 ойынының геймплейі ойынның физикасын жақсартуға бағытталған, сондай-ақ ауысымдар және тактикалық өзгерістерді орындау мүмкіндігі сияқты жаңа мүмкіндіктер қосылды. Тағы бір жаңа мүмкіндіктердің бірі матчтардың қайталауын сақтау қолжетімді болды. Келесі FIFA сериясы бізде FIFA 2008. 2007 жылдың 23 қыркүйегінде жарық көрді. Ойында BIA Pro режимі пайда болды. Ол ойыншыға матч бойы бір футболшыны басқаруға, оның дағдыларын дамытуға және мансап сатысында көтерілуге мүмкіндік беретін жаңа режим. Онымен қоса, бұл нұсқада Ultimate Team режимі қосылды. FIFA ойынның 18 нұсқасы FIFA 12. Ойын 2011 жылдың қыркүйек айында жарық көрді. Бұл серияда мансаптық режим жақсартылды. Дәлірек айтқанда, ойында ойнаушыларға команданы тренер немесе ойыншы болып басқаруға, трансферлік шешімдер қабылдауға, команданы дамытуға мүмкіншілікті алды. Ал геймплейға келсек, Power Impact Engine алаңда ойыншылардың арасындағы қақтығыстар мен өзара әрекеттесулердің шынайылығын айтарлықтай жақсартатын жаңа физика жүйесі. Precision Dribbling топты дәлірек басқаруға және күрделі маневрлерді орындауға мүмкіндік беретін жетілдірілген дриблинг жүйесі. Tactical Deafening позициялық ойынға көбірек тактикалық тәсілді қажет ететін жаңа қорғаныс жүйесі. Бұл FIFA нұсқасында 30-дан астам лигалар, 500-ден астам лицензияланған командалар және 15 мыңнан астам ойыншылар болды. Ойын сол кездегі барлық платформаларға шығарылды.
тіпті iOS пен Android'тың өзіне де FIFA 12 қол жетімді болды. Ең керемет FIFA серияларының бірі FIFA 17. Ойын 2016 жылда жарық көрді. Ultimate Team'ге режимге әртүрлілік пен бәсекелеске қабілетті элементтерді қосатын Squad Building, Challenge және Food Champion сияқты жаңа мүмкіндіктер қосылды. Ал геймплейға келсек, Frostbite Engine FIFA 17 ойынының графикасын, анимациясын және физикасын айтарлықтай жақсартатын қозғалтқыш болды. Онымен қоса, осы FIFA 17 Frostbite қозғалтқышын пайдаланатын сериядағы бірінші ойын болды. Бұл қозғалтқыш ойыншылардың, стадиондардың және орталардың шынайы модельдерін жасауға мүмкіндік берді. FIFA 17 ойынының ең басты мүмкіндігі бізде The Journey. Футболшы Алекс Хантерді Премьер-лигадағы мансабын басқаратын жаңа сюжеттік режим. Ойыншылар Алекс Хантердің мансабына және жеке өміріне әсер ететін шешімдерді қабылдайды. Келесі FIFA сериясы бізде FIFA 21. Ойын 2020 жылдың қазан айында шықты. Ultimate Team'де Food Co-op сияқты жаңа мүмкіндіктер бар жетілдірілген режим. Ойыншыларға қиындықтарды аяқтау үшін және бәсекелестік үшін достармен бірігуге мүмкіндік береді. Ал мансап режиміне келсек, маңызды жақсартулар. Соның ішінде интерактивті матч симуляторы, жаңа жаттығулар мен ойыншыларды дамыту мүмкіндіктері және жақсартылған трансфер жүйелері болды. Және келесі режим бізде Volta футбол, жаңа орындар, кейіпкерлер және ойын режимдары бар жақсартылған футбол көше режимі, сюжет элементтері және достармен бірлесіп ойнау мүмкіндіктері қосылды. FIFA 21-де 30-дан астам лигалар, 700-ден астам командалар және 17 мыңнан астам ойыншылар болды. 2022 жыл EA Sports пен FIFA арасындағы келісімшарт аяқталды. EA Sports пен FIFA серіктестігі екі тарапқа қолайлы шарттармен ұзартуға келісе алмады. Негізгі факторлардың бірі қаржылық келіспеушілік болды. FIFA EA-дан лицензиялық алымдарды айтарлықтай көтеруді талап етті. Алайда EA Sports үшін бұл тиімсіз екені хабарланды. Солай FIFA ойыны FIFA 23 ойыннан кейін шығарылмайтын болды. Себебі ойын енді FC атауымен шығатын болды. Қазіргі таңдағы ең соңғы нұсқа FC 24. Ойын 2023-тің қыркүйек айында шықты. Бұл ойын FIFA мен қарым-қатынасты аяқтағаннан кейін EA Sports-тың FIFA сериясындағы бірінші бөлімі болды. Ойын атауын өзгертсе де өз өзектілігін түсірген жоқ. Осы жылдың, яғни 2024-тің қыркүйек айында FC 25 FC сериясының екінші нұсқасы шығатын болады. Әзірге өзгертулер туралы толық ақпарат жоқ, алайда трейлер бар. Ойын трейлері сипаттамада. Осымен FIFA ойынының тарихы тәмам, қысқаша және қызықты серияларын айтып бердім. Видеоның түсіруіне ұзақ уақыт пен зерттеуді қажет етті. Сондықтан да барынша қолдауларыңызды білдіріп, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.